шешендік сөз, асыл ойдың орныға асқан шешендік өз сайысынан қош келдіңіздер. Қонақ неше түрлі болады. Есентемір төленді асау шешен бір күні қонаққа шақырып отырып, бөле, үйімізге Құдай берген, қонақ кетпейді, бірі кетсе, бірі кетеді, бір келмейді, бірнеше келеді. Мұны көрген келдіңіз, мынау қайтадан келе жатыр ма? деп келеді. Төле би 90 жасқа келгенде қат дауысты Қазыбек сәлем беріп айтты. Елдің ойшылдары, жақсылары, шешендері. Қазақта ішпей бопты ел қалаған, аузына не айтар деп жұрт қараған. Ашу бар жерде ақыл тұрмайды, алдын ашсан арқадан. Ашу деген ағын су, ақыл деген дәреже. Атақты билер арқаға жиналды. Айтқан мезгілде Төле би кешіп келеді. Оған шамдаған қарт билер Төле би келсе, орныңыздан тұрмайды деп әңгімелеседі. Бір аңызда Төле түлкі жігіттің сұрақтарынан былай жазып береді. Ата, алда алаш деген кім? Деді жігіт. Алда алаш, Алаша ханның шешесі. Әз Жәнібек ханның 62 биі болыпты. Бір долы хан билеріне дүниеде не өлмейді деп сұрақ қойғанда 61 биі бір ауыздан былай депті. Ағын су өлмейді, асқар тау өлмейді, аспанда ай мен күн өлмейді, әлемде қара жер өлмейді. Біз қазақ деген мал баққан елміз, ешкіммен сол тұтпай жай жатқан елміз. Елімізді құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі тапқан елміз. Отыр, дәмен тұзақтай білген, қанудан таптай білген елміз. Атадан ұл туса, құл боламын деп тумайды, анадан туса, кім боламын деп тумайды. Әйелдердің бірі. Мынау менің балам. Мен бұны естімес кезде жоғалттым. Оны мыналай тауып алды ма, әлде асырап алды ма, ол белгісіз. Тарт қолыңды, бұл менің балам, өзім туғам. Бірін баламды жоғалтқанымды, ал бірін тапқанымды растап шағылтымды бастап қойжақ. Сондықтан мен мынандай жерге кеткім келеді. Бұл баланы екіге бөліп берейін, ризасыңдар ма? Жартысы болса да өзіңде қалсын. Кессең кес. Ойбай, Байеке-ау, кесе көрмеші. Қайда жүрсе де аман жүрсін. Бұл бала мына жоғалтқан еді. Себебі ол баланың тіршілігін тілепті, баласын өзіне қайтар.